Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз өткенді бекіту. Өздерің білесіңдер, қоршаған орта бөлімін өтіп жатырмыз. Бүгін біз қоршаған ортаны қорғау бөлімшесімен танысамыз. Бүгінгі сабақта сендер жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табуды, үйренуді жалғастырасыңдар. Ол үшін оқулығымыздың 12-ші бетін ашамыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырма – өрнектің мәнін тауып, сәйкес суретті анықта. Ол үшін алдымен электр құралдарын пайдаланбайтын уақытта өшіріп қой. Ал ол суретті табу үшін мына өрнектің мәнін табуымыз керек. Жақшасыз өрнектерде қай амал бірінші орындалатын еді? Әрине, алдымен көбейту немесе бөлу орындалатын. Сондықтан 5 пен 9-ның көбейтіндісінен 7 мен 3-тің көбейтіндісін азайтамыз. Қоқыстарды сұрыптап сал, өңдеу кезінде жеңіл болады. Ол үшін мына өрнектің мәнін тап. Алдымен қай амал бірінші орындалады? Иә, ең алдымен бөлу орындалады. 15 пен 3-тің бөліндісін 25-тен азайтамыз. Суды үнемді пайдалан. Мына өрнектің мәнін табуымыз қажет. Мұнда да ең алдымен бөлуді орындаймыз. 20 мен 5-тің бөліндісін 15-ке қосамыз. Электр энергиясын үнемдейтін шамдарды пайдалан. Ол үшін мына өрнектің мәнін орындаймыз. Бұл өрнектің мәнін қалай табамыз? Қай амал бірінші орындалады деп ойлайсың? Бұл қандай өрнек? Жақшалы өрнек. Жақшалы өрнекте ең алдымен жақшаның іші орындалады. Яғни 16 мен 14-тің қосындысын 6-ға бөлеміз. Полиэтилен пакеттерден бас тартып, матадан тігілген сөмкені пайдалан. Ол үшін мына өрнектің мәнін табамыз. 12 мен 2-нің бөліндісін 32-ден азайтамыз. Алдымен бөлу амалын орындаймыз. Көшеттер отырғыз. Мұнда жақшаның іші бірінші орындалады. Яғни 4 пен 2-нің көбейтіндісін 16-ға бөлеміз. Үшінші тапсырма. Есепті шығар, қысқаша шартын сызбамен көрсет. Мұнда 2 есеп берілген. Ол есептерді мұқият оқып, шартын немесе сызбасын сызамыз. Сосын шешуін мен жауабын жазамыз. Дескриптор берілген есепті мұқият оқып, шартын сызбасын көрсетеді. Шешуін өрнек түрінде жазып шығарады. Жауабын жазады. Үйге тапсырма. 5-ші тапсырма. Сұлба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Сызбадағы бірінші өрнекке қараймыз. Алдымен азайту амалын орында деп тұр. Ал бұны өрнек түрінде жазғанда қалай болады деп ойлайсың? Ол үшін біз 20 мен 8-ді жақшаға аламыз. Жақшаға алғандықтан бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Содан соң бөлу амалын орындаймыз. Екінші, үшінші өрнекті жақшасыз жазсақ та болады. Себебі бірінші көбейтуді, бөлуді орында деп тұр. Содан кейін барып азайту амалын орындаймыз. Соңғы өрнекке қараймыз. Соңғы өрнекте ең бірінші азайту амалын орында деп тұр. Сондықтан бұл өрнекті жақшаға аламыз. Содан соң жақшаның сыртын орындаймыз. Дескриптор өрнектерді есептеу жолын біледі. Өрнектің мәнін табады. Назарларыңызға рахмет.